Шіркеудің қарсысындағы екі қабатты сары үйді адаспай табуын таптым-ақ, бірақ соның ішіне кіруім мұң болды. Жатақханаға жеткенше біреу мойнымнан арқан сап, дедектетіп келе жатқандай асығып едім. Жатақхананың жанына келген соң жүрегім лүпілдеп, буын-буыным құрыды да қалды. Бағанадан бері жайдақ жермен келіп, енді бейне бір биік таудың басына қарай өрмелегендей ілбіп, ілгері басқан аяғым кейін кетіп, дымым құрып, дыбысым тұншығып, әп-сәтте әлсірегендей күйге түстім. Әрең дегенде есіктен кіріп, екінші қабатқа көтерілдім. Жатақхананың ұзын дәлізінің екі жағы қатар-қатар жалғасқан ерсілі-қарсылы есіктер екен. Шеткі есікке тақай берес буынымды бекіткен болдым да, үйге түскен ұрыдай тынысымды ішіме тартып, есіктердің номеріне көз жүгірте бастадым. Бала күнімде ауылдың діндар қарттарының намаз оқығанын талай рет көргенім бар еді. Сәждеге қайта-қайта бас қойып, өз-өзінен күбірлей тізерлеп отырған қарт бір кезде «Ассалаумағалейкум рахметулла» деп даусын шығарыңқырап, басын оң иығына, содан сол иығына қарай бұратын. Сол сияқты мен де 62-ші бөлме деп іштей күбірлеп, басымды екі жағыма кезек бұрып келемін. Тегі шалдарға қарағанда менің намазым ұзаққа созылдау деймін. Өйткені олар мойнын екі-ақ рет бұрса, менің әлде неше рет бұруыма тура келді. Сөйтіп 58, 60, 61 бөлмелердің есіктерін алдынан өттім. Енді 62-ші келетін шығар деп, жүрегім одан сайын лүпілдей түсіп, сол жағымдағы есіктің маңдайшасына және қарадым. Жоқ, бұл да 62 емес. Тіпті мұның маңдайшасында ешбір цифр жоқ. Ал қарсысындағы есікте 63 деген цифр тұр. Сәл бөгелдім де, мүмкін алда шығар деп, екі жағыма кезек үңіліп тағы ілгері жүрдім. Қанша үңілсем де 62-ші есікті таппадым. Шорылдап аққан су дыбысы естіліп жатқан ең түкпірдегі бөлмеге дейін бардым да, дәліздің қабырғасына тіреліп, кейін қайттым. Бұл қалай болды? Әлде Меңтай бөлмесінің номерін қателесіп теріп айтты екен? Әлде ол мені алдады ма? Неге алдайды? Олай болуы мүмкін емес. Осылай ойлап, ұзындығы ат шаптырым дерлік жатақхананың екінші басын қуалап, ондағы бірінші номерлі есіктің алдына дейін бардым. Бірақ еш жерден 62-ні кездестірмедім. Салым суға кетіп, кейін қайттым. Енді не істеу керек? Қой, жаңаға номерсіз есікті анықтап қарайыншы деп, 63-ші бөлменің қарсысына қайта келдім. Сөйтсем басқа бөлмедегілердегідей ромба пішіндес қаңылтырға жазылған маңдайша номері түсіп қалыпты да, оның орнына бұл есіктің тақтайына қарындашпен бадырайтып 62 деген цифр жазылған екен. Екі көзім маңдайшада боп жүрген мен алдында оны аңғармаппын да, бос бейнетке түсіппін. Бөлме табылғанымен менің жүрегімнен бөлмеге кірер батылдық табылмай, тағы біраз бөгеліп қалдым. Сағатыма қарасам, таңертеңгі 8-ден жаңа асып барады екен. Айпыр-ай, осы келісім не келіс? Қыз шақырды деп, қыңқылдап таң атпай жетіп келуімнің жөні қалай болды екен? Менің бұл елпілдегімді қыз қалай түсінеді деп ойлап тұрдым да, шешінген судан тайынбас дегендей не де болса кіруге ұйғардым. Меңтай есік дыбысынан шошымасын дедім бе, білмеймін, әшейінде темірдей саусақтарым киіз боп кеткендей былп-былп еткізіп есік қақтым. Іштен ешкім дыбыс бермеді. Тағы да қақтым. Тағы да үн жоқ. 3 рет сөйттім. Итеріп қарасам, есіктің кілттелмей бос жабылып тұрғаны байқалады. Содан соң алға деген бұйрық естілгеннен кейін окоптан қарғып шығып, мойныңды ішке алып, мылтықты кезене ұстап, шабуыл дүрмегіне ілесе тайсақтай, ілгері жүгірген солдаттай болып, көзімді шарт жұмдым да, есікті ішке қарай итеріп қалдым. Тұтқа қолымнан сүйреп, есікпен ілесе ішке кірдім. Ішке кірсем, сол жақтағы және төрдегі екі төсек жинаулы бос тұр. Екі төсектің бел ортасында екі ақ жастық, саған не жоқ ей, дегендей екі құлақтары едіреңдеп маған қарай қалысты. Мен неге екенін білмеймін, әлде бір магнит тартқандай болды ма, әйтеуір шапшаң мойнымды оңға бұрдым. Бұрылсам, оң жақтағы төсекте Меңтай жатыр. Жайшылықта жуан бұрым етіп, басына орап-орап, төбесінен түйіп тастайтын қалың қара шашы ақ жастықты көміп кетіпті. Ақ маңдайы ашыла жарқырап, ақша беті албырап, бал-бұл жанады. Оң бетіндегі қара меңі мойылдай мөлдіреп,
көзіңді қызықтырып, жаныңды еріксіз ширық арттырады. Айпыр-ай, Меңтай деген әсем ат бұған осы менге байланысты қойылған екен-ау деп ойладым ішімнен сол сәтте. Өз лебіне өзі балқып, тәтті ұйқының құшағында жатқан сұлу қыздың сәбидей пәк жүзінен өзгеше бір рақат нұры шашырап тұрған тәрізденеді. Шинелімнің екі етегі салбырап, керзі етігімнің екі ұлтаны еденге екі басы алшия жабысып қалғандай боп қалшиып тұрған, мен күн қағарлы қоқайма фуражкамды умаждап, бұрап мыжғылай бергенімді өзімде аңғармаппын. Кісі қолынан садақа дәметкен қайыршыдай емініп, қыз төсегіне төніп құтырып қалыппын. Көзім Меңтайдың беті жүзін сұқтана, ашқарақтана шолып, оның бұғағы мен мойнына қарай ауысты. Жалаңаш жатқан мәрмәр екі иықпен жаңа ғана көшеде өзім көріп, қолымнан уыстаған ұлпа қардай әппақ кеудені көргенде жаным шығып кете жаздады. Екі иықтан асып келген ақ жібек иықбау қыздың көгілдір түсті жұп-жұқа іш көйлегінің омырау тұстарынан жалғасыпты. Іш көйлектің кеудесі көктемде қозы жейтін балауса, сарғалдақтың үлбірегі іспеттес үлбіреген жұқа шілтермен безеліпті. Одан төменіректе іш көйлек астынан қатар жатқан қос жұдырықтай боп қыздың қос алмасы тырсияды. Қыз денесінің өзге жағын менен жасырғандай боп жеңіл қызыл жібек көрпе шымқап орап алыпты. Қызыл көрпе маған жай көрпеден гөрі қыз денесінің басқа бөлігін қызғана қымтап, қаусыра құшып жатқан әлде бір толассыз құмарлық, құштарлық бейнесіндей боп көрінді. Мейлің, өзге жерін көрсетпесең көрсетпе, маған мынау жалаңаш ғажап кеудені көрудің өзі де жетеді, деп көрпемен іштей ұрыстым да қайтадан Меңтайдың бетіне үңілдім. Сол кезде қыз төсегінің бас жағында жерде жатқан кітапқа назар аудардым. Оның мұқабасындағы жас Вертердің азабы деген жазу көзіме оттай басылды. Бұл менің соғыстан қайтқан, сонау Германияда жүріп оқыған соңғы кітабым болатын. Тегі Меңтай мұны түні бойы оқып, тауысып талып барып ұйықтаған-ау. Бітірген соң бас жағына тастай салған кітабы жерге түсіп қалған болды ғой, деп ойладым да, ақырын еңкейіп жердегі кітапты сыбдырлатпай алып, ептеп қана Меңтайдың жастығының жанына қойдым. Содан соң қыздың мынау ғажайып тәтті ұйқысын бұзбайын деп, аяғымның ұшынмен бір басып, екі басып, есікке қарай шегіндім. Шығар алдында ұйықтап жатқан қыз келбетіне тағы да бір бұрылып қарадым. Маған Меңтай ұйқыдағы Венера картинасынан да сұлу болып көрінді. Шіркін-ай, мен ұлы суретші болсам, соғыстан келген студент солдаттың ұйықтап жатқан жартылай жалаңаш сұлу қызға ыстық іңкәрлікпен, сонымен бірге мол мейір, қадір құрмет таныта қадалып қалған сол бір сәтін ұрпақтан ұрпаққа кетер мәңгілік мұра етіп қалдырған болар едім деп ойлап, бөлмеден шықтым да ептей тартып есікті жаптым. Қайтадан көшеге шықсам, айнала бағанағыдан да жарықтанып, төңіректің бәрі жайнап, жадырап кетіпті. Бағанағы жатақханаға кірердегідей емес, менің де аяғым қаздан-қаздан етеді. Жатақхананың дәл жанынан өтетін Ұйғыр көшесіне түсіп алып, Алатаудың алыстан көрінген ақ бас шыңын бетке ұстап, лағып тарта бердім. Ол кезде Алматыда үш қабаттан биік үйлер болмайтын. Олардың өздері де орталық көшелердің әр жерінен бір бой көрсетіп, қаланың өзге тұстарын бір қабат жататын ағаш үйлер көрінетін. Әсіресе Ұйғыр көшесі сияқты сырт аймақтарда ұзын-ұзын барак, жеке-жеке оңаша жай ағаш үйлер тіпті көп болатын. Солардың ара-арасымен өтіп келе жатқан маған жатаған сол бір жаман үйлер алтын сарайдан кем көрінбей, сол сәтте өзімнің ғажайып бір бөтен патшалықтың ішін аралап, кезіп жүргендей жайым барын бұлдыр сезінемін. Аяқ астындағы ақ қардың шетін кейде әлбір қызыл нұр бүркеп, қымтап жауып қалған жай елестейді. Бұл Меңтайдың аппақ қардай денесін бүркеп жасырып жатқан жаңағы қызыл көрпе елесі болар деп ойлаймын. Өзімнен өзім тамсана жымиямын. Ендігі ойым 62-ші бөлмеге ауысып, жаңағы картина тұсындай көз алдыма оралды. Әттең-ай, шіркін-ай, Меңтайдың ақ денесін
қаусыра құшып жатқан жаңағы қызыл көрпе қандай ғажап деп ойлаймын ішімнен. Мен сол қызыл көрпе болар ма едім? Ей, ол менің қолыма тимейтін кесек бақыт қой. Одан да сол көрпенің астары болсам да жарар еді-ау. Жоқ, ол да менің маңдайыма сыймас. Ең жоқ дегенде сол көрпе астарының бір сабақ жібі болсам да жетер еді. Осындай қиялмен келе жатқан менің ойыма әлде қайдан келіп, ақ етіне қызыл көрпе басылып деген сөздер орала кетті. Алғашында оған онша мән бермедім де, орамы жеңілдеу сияқты көрінген бұл сөздерді іштей ыңылдап, тағы бір қайталап айтып шықтым. Сонда ғана оның ойнақы өлең жолына ұқсас бірдеңе екенін білдім. Көшеден арлы-берлі осылай ыңылдаумен жүріп, өзімнің шорқақ тіл, олақ ұйқасыммен Меңтайға арнап алғаш рет өлең шығарғанымды аңғардым. Әр жерге тоқтай қалып, түрегеп тұрып, қойын дәптеріме тізген үзік-үзік жолдардан қызыл көрпе деген атпен мынадай 4-5 ауыз өлең құрастырыппын. Тәтті ұйқының құшағына беріліп, жатты сұлу шалқасынан керіліп, ақ дидарын аппақ тәнін көргенде, бойым балқып, кетті сезім еліріп. Ай секілді маңдайдағы қиғаш қас, беттегі мен сайда жатқан қара қас, дем шығарып кеудесінен жұпардай, қорғасындай толықсыйды қарындас. Ақ етіне қызыл көрпе басылып, көкірегі жатыр екен ашылып, діріл қақты уылжыған қос алма, қара шашы толқындай боп шашылып. Күнім туып, бақ жұлдызым жанатын, қымтап шымқап, жаным рахаттанатын. Болсам еттім, әттең дүние-ай, сол көрпе, құшып сүйіп, құмарым бір қанатын. Дәурен қайда, маған оны сүйетін, тым болмаса киімінің киетін. Не сол көрпе астарының бір сабақ жібі болсам денесіне тиетін. Не де болса көкіректі жарып шыққан пәле емес пе? Осы жаман өлеңсымақ сол сәтте өзіме жап-жақсы сияқты болып көрінді. Айта берсеңіз, осындай өлең құрастырғаныма бейне бір Абайдың айттым сәлем қаламқасын шығарғандай едәуір қанаттанып қалдым. Сөйтіп көшені біраз таптағаннан кейін сағат 11-ге таяна жатақханаға жақындап қайта келдім. Сол сәтте бір ой түсе қалды да шапшаң жан-жағыма қарадым. Жол шетіндегі аласа қашалы аулалардың бірінде шатырын қар басып, саңырау құлақтай қалтиған беседка тұр екен. Қашадан бір-ақ аттап жүгіріп соған бардым. Беседканың ортасында жазда үй иелері отырып домино ойнайтын 3 сирағы ағаш, 1 сирағы темір, ортасы ойылып кеткен ескі үстел бар екен. Соның бір шетіне отыра қалып, жасулы жақсы кабинетке жайғасқан ұлы ақындай-ақ айналама маңғаздана қарап алып, жаңағы өлеңді жеке қағазға көшіруге кірістім. Қағаздың ортасына ірілеу етіп қызыл көрпе деп жаздым да, оның астына жақша ішіне ұсағырақ әріптермен Меңтай туралы лирикалық ой деген сөздерді және қостым. Өлеңді көшіріп болып, қайталап оқып шықтым да, аяғына 1946 жыл 1 қаңтар деп күнін көрсеттім. Содан соң қағазды жақсылап бүктеп, қойын дәптерінің ортасына салдым да орнымнан тұрдым. Жүрегі лүпілді шынашақтың сәл дірілінен аңғартып, тағы да бір менің қолым соқырдың алақанындай болып 62-ші бөлменің есігін ақырын бір сипап өтті. Содан соң саусақтар бүгіліп, бірінен бірі сүйеу болып, қолдау тапқандай иықтаса жұмылып барып, тақтайды тықылдатты. Кіріңіз, кіріңіз деді. 2 рет қайталап айтқан қыз даусы естілді. Мен есікті жайлап ашып, ішке кірдім. Үстел басында Меңтай көйлегін үтіктеп жатыр екен. Мені көргеннен кейін, «О, ағай, жоғарлаңыз, төрлетіңіз» деп үтігін үстел үстіне шоңқитып қоя салды. Меңтай үстіне көп жуылғандықтан бұрынғы қара көк түсі бозғылттанып кеткен көне тоздау спорт костюмін киіп тұр екен. Ескілеу болғанымен етпен-ет боп жабысқан осы бір жарасты киім қыз мүсінінің мүшелерін айқындап, адамды одан сайын ынтықтыра түскендей. Оның есесіне бағанағы ақ мойын, ақ білек, уыз кеуде бір жола жасырынып, бүркелініп қалған. Мен
сол бір сұлу картинаны іздегендей тамсанып төсекке қарадым. Тап тұйнақтай боп жиналып, қыз төсегі маған жанды ертер тамаша картинаның бос қалған рамасындай үңірейіп тұрған сияқтанды болып көрінді. Үтігін қоя салып Меңтай екі қолын қатарластыра ілгері созып маған қарай жүрді.